أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Qadırmen cemaat, mешітке деген басып келген қадамдарыңды Алла сауаптан жазсын. Сіз бен біз болып жасағалы жатқан құлшылығымызды, жасаған құлшылықтарымызды Алла Тағала қабыл еткен амалдардың қатарына ілсін иншалла. Бүгінгі тақырып арнайы Қазақстан мемлекеттік діни басқармасының бекітуімен тағдырға разылық таныту деген тақырып. Бұл бізде ақидаға қатысты мәселе тақырып. Ақида дегеніміз сенімге қатысты. Біздің шариғатымызда иманның 7 шарты бар. Бұған қатысты біздің даналарымызда мысалы Хаким Абайда айтқан әмәнту деп айтамыз. Біз оны әмәнту деп айтамыз дейді. Әмәнту оқымаған кісі бар ма? Ва кутубихи дегенмен ісі бар ма деп осы нәрсені меңзеген екен. Себебі бізде бұған қатысты, иманның 7 шартына қатысты әмәнту биллахи ва малаикатихи деп басталатындықтан соны айтқан екен. Бұл иманның 7 шарты төмендегідей мысалға ең алдымен біріншісі Аллаға иман келтіру. Біз баршамыз Аллаға иман келтіреміз. Бұл не үшін айтып жатырмын? Себебі бұл иманның 7 шартының біреуі дұрыс болмаса, біз мұсылман болып саналмаймыз. Біздің иманымыз дұрыс емес деген сөз. Неге? Себебі біріншісі Аллаға иман келтіру. Аллаға иман келтірмеген сөзсіз бәрі кәпір екенін бәрі біледі. Алланы жоққа шығару. Екіншісі періштелерін. Мысалы біреу айтуы мүмкін, мен Аллаға иман келтіремін, бірақ періштелеріне иман келтірмеймін деуі мүмкін. Бұл дұрыс емес. Екіншісі періштелер, үшіншісі кітаптарына, төртіншісі пайғамбарларына, бесіншісі ақырет күніне, алтыншысы тағдырға және жетіншісі өлгеннен кейін қайта тірілуге. Негізі көп кітаптарда араларыңызда бір-екі қазақша кітап оқып қойғандар болса, жанда айтады да иманның шарты негізі 6 деп тұр ғой. Сендер неге 7 деп айтасыңдар дегендей. Бұл жерде ешқандай мәселе жоқ. Бұл жерде біздің ғалымдарымыз, Ханафи мазхабының ғалымдары қарапайым халыққа түсінікті болсын деп ақырет күніне дегенмен соны ашықтырып түсіндіріп кеткен. Өлгеннен кейін қайта тірілуге деген, өлгеннен кейін өмір бар екендігіне деген. Сол ақырет дегеніміз сол өлгеннен кейіндігі екендігі. Осы екеуі бір тақырып негізі. Ондай бір таласатын, жырғылатын мәселе жоқ жалпы. Енді тақырып тағдырға разылық таныту. Осы тағдыр дегеніміз не дегенде, әуелі осыған тоқталсақ, тағдыр деген не? Араб тілінде жалпы қадар деген сөзден шығады, қадар. Ал шариғаттағы термин бойынша Алла Тағаланың әу баста болатын барлық нәрсені өзінің әл-алим сипатымен. Алла Тағаланың 99 есімі бар, соның бірі әл-алим, білуші, білім иесі. Барлық нәрсені бізбен сізден жақсы білуші Алла, әл-алим. Сол өзінің білім сипатымен бір нәрсені жаратпастан, әу бастан-ақ оны білген, соңын не нәрсе болатынын соңына дейінгі сол мөлшерде оны тағдырына жазып қойғанды айтады. Мысалға біздің анамыздың құрсағында жатқанда айтады ғой, тіпті біздің тозақи жәннат екендігіміз жазылып қояды дейді. Осыған қатысты сонда кейбір ойлар келеді, сұрақтар болады. Сонда Алла менің тозақи жәннат екендігімді анамның құрсағында жатқанда жазылып қойған болса, мен мысалға жәннаттық амал жасап жүрмін, бірақ менікі тозақтық деп жазылып қойған болса не істеймін? Не істеймін мен онда бұндай нәрселерді жасап өзімді шаршатып деген сияқты шайтани ой келеді. Немесе менің жәннат екендігім анамның құрсағында жатқанда жазылып қойған болса, мен осыншама жақсылық жасап не істеймін? Мен бәрібір жәннатқа кіремін ғой деген ой келуі шайтани ой. Бұған қатысты Алла Тағала сенің бұл жазылып қойғандығы рас, бірақ Алла Тағала сенің я жәннатқа кіретіндігіңді, я тозаққа кіретіндігіңді мәжбүри түрде жазып қоймағандығын айтады. Яғни бізде не бар? Қалау бар, таңдау еркі бар. Мысалы, қаласаң отырасың, қаласаң тұрасың, қаласаң тыңдайсың, тыңдаған келмесе шығып кетесің деген нәрсе. Өз еркіңде, біреу сені мәжбүрлемейді. Мысалға біреу келіп сұраса қазір мен, ұстаз мен сыртқа шығып білсем деп, мысалы шәкірт тұрды да, ұстаз мен сыртқа шығып білейін деп сұраса, мен неде жауап беремін? Шығып біле ғой деген секілді. Бұл жерде нені білдіріп отыр? Шәкірт сұрады, бірақ мен оны мәжбүрлеген шығып кел деген жоқпын, бара ғой дедім. Өзінің еркімен шыққан нәрсе секілді. Сол секілді Алла Тағала бізді жаратқанда, тағдырымызды жазғанда,
сенің тозаққа кіретіндігіңді, сен кіресің тозаққа деп бүйтіп мөр басылып қойған жоқ, міндеттеп қойған жоқ сені. Бәлки Алла Тағала жаңа айтқандай, өзінің әл-алим сипатымен, білу сипатымен сенің өміріңнің соңына дейін қандай амалдар жасап, қандай амалдарды жасап, кім үшін жасап, және тозаққа кіретіндігін бе, жәннатқа кіретіндігін бе әуел бастан білген. Ал егер оны жоққа шығарсаң, сен Алла Тағаланың әл-алим сипатын жоққа шығарған боласың. Алла Тағала айыпты білмейді деген сөз шығады, егер олай шығарсаң. Түсінікті болып жатыр ғой, иә? Түсінікті болып жатыр ма, құрметті жамағат? Бұл маңызды мәселе жалпы. Енді осы тағдырға қатысты қасиетті Құранның Рағд сүресінің 8-ші аятында айтады: "Астағфирулла ва куллу шайин индаху бимиқдар." Оның жанында әр нәрсе өлшеулі деп айтқан. Және осыған қатысты тағы да бірнеше аяттар келтіреді. Фурқан сүресінің 2-ші аятында: "Инна куллу шайин халақнаху биқадар." Шын мәнінде біз әрбір нәрсені бір өлшеумен жараттық деп. Және тағы бір аятында айтады: "Ва халақа куллу шайин фақаддараху тақдира." Ол Алла әр нәрсені жаратып, оның өлшеуін, яғни тағдырды белгіледі дейді. Бұл Алла Тағаланың шексіз ілімі, жаңа айтқандай әл-алим сипатымен тағдырды барлық нәрсені бекіткендігі. Қазір осыған тағдырға қатысты ғалымдар екі нәрсені айтады. Мысалға біз анамыздың құрсағында жатқандай-ақ пенденің таңдау еркісі бар тағдыр бар, және таңдау еркісі болмаған тағдыр бар. Бұл мысалға біз анамыздың құрсағында жатқанда сенің қай ұлттан болатындығын біз таңдай алмаймыз, дұрыс па? Біздің еркімізсіз ол. Ұл ма немесе қыз ба екендігін сен таңдай алмайсың. Ол біздің еркіміз. Және қай жерде дүниеге келетіндігіңді таңдай алмайсың. Ол біздің еркімізсіз нәрсе. Осылай бөледі. Ал екіншісі пенденің өзінің ықтияры бар нәрсе, таңдауы бар нәрсе дейді. Таңдай алады. Осы тағдырға қатысты Лұқман Хаким өзінің ұлына: "Мен саған Аллаға жақындататын және оның ашуын алыстататын істі өсиет етемін" дейді. Ол не нәрсе десе, біріншісі Алла Тағалаға ешбір ортақ қоспа дейді. Ортақ қоспай құлшылық жаса. Және саған ұнаса да, ұнамаса да Алланың тағдырына разы бол деген. Екі нәрсе. Ешқандай еш нәрсені Аллаға серік қоспа. Және саған ұнасын, ұнамасын, Алланың саған берген тағдырына разы бол деген сөз. Яғни Алла Тағаланың жазған тағдырына разы болу, бақытты өмір сүру деген нәрсе. Алла мысалға Бәйна сүресі, Құран кәрімде Алла Тағала Бәйна сүресінің 8-ші аятында айтады: "Астағфирулла радияллаху анхум ва раду анху." Алла оларға разы, және олар да Аллаға разы болды деген. Ал кім Алланың берген тағдырына разы болмаса, ол үлкен қасіретке ұшыраушы. Берген тағдырына разы болмаса, қазіргі сүріп жатқан өміріңе разы емессің ба, сол тағдырға разы емессің деген сөз. Және Құран кәрім Әл Имран сүресінде де 146-шы аятында айтады: "Астағфирулла валлаху юхиббус сабирин." Алла сабырлыларды жақсы көреді. Және Зумар сүресінде айтқан: "Иннама юаффа сабируна ажрахум биғайри хисаб." Шын мәнінде сабыр етушілерге сыйлықтары есепсіз беріледі деп айтқан. Не үшін сабыр жайлы айтылып жатыр? Себебі берген тағдырға сабыр етсең, осындай саған әжір сауаптар бар екендігі жайлы айтылып жатыр. Осы тағдырға қатысты бір қиссада Муса алейхиссаламның заманында, оған Алланың сәлем болсын, Алла Тағаламен тілдескен сәттердің бірінде баршаңыз білем, Муса алейхиссалам жалпы кейбір нелерде келеді, ерке пайғамбар болды деп келтіреді. Әлемдердің Раббысы Алламен тікелей байланысқан деген. Уақит періштесіз түскен деген сөз. Сонда Алла Тағала: "Ей Муса, бір пенде менің тағдырыма разы болмай жатыр" дейді. Менімен қарсыласып жатыр дейді. Тағдырыма разы болмай, менімен қарсыласып жатыр дейді. Сонда Муса алейхиссалам: "Сенің тағдырыңа разы болмай қарсыласып жатқан пендең ол қандай пенде? Мен оны көргім келеді" дейді. "Мен онымен жолықтыр" деген нәрсе. "Маған оны көрсетші" дейді. Сөйтіп Алладан жалым сұрайды. Алла Тағала Мусаға, Алла оған разы болсын, әлгі адамның отырған жерін айтады. Муса алейхиссалам айтылған жерге барғанда екі қолы, екі аяғы жоқ адамды көреді. Әлгі Аллаға разы болмай жатқан пенденің екі аяғы жоқ, екі қолы жоқ. Муса алейхиссалам әлгі адамды сыртынан біразға дейін бақылайды. Бірден жанына бармай, сыртынан біразға дейін бақылап,
бір сәтте әлгі адамның алдынан қымбат шапан киген бір жағдайы керемет бір жігіт барады. Сұлу, өзі жақсы киінген, ат мінген, қасынан өтіп бара жатып, қолынан қамшы түсіп кетеді. Сөйтіп әлгі адамға, ол білеміз, ондай адамдар бұйыруды жақсы көреді, бұйрық болған. Әлгі адамға бұйырады, негізі көріп тұр, қолы жоқ, аяғы жоқ екен деген. Әлгі адамға бұйырады, маған қамшымды алып бер дейді. Сонда әлгі адам, әлгі бейшара, менің көріп тұрсың, менің қолымда жоқ, аяғымда жоқ, мен саған қалай алып беремін оны дейді. Атта. Сонда әлгі адам атынан өзі түседі алдымен. Әлгі бай кісі өзі түсіп алып, қамшысын алады. Кейін әлгінің айтқанын тыңдамаған қайтадан есіне түсіп, ашуланып, әлгі қолы жоқ, екі аяқ жоқ, екі қол жоқ адамды сабалайды. Біріншісінде ұрады, кейін тағы қатты ашу келіп, тоқтамасынан шаршағанға дейін ұрады әлгіні. Екі қол жоқ, бейшара қорғанайын десе қолы жоқ, қашайын десе аяғы жоқ. Сол жерде таяғын жеп отырады. Наусырысы. Сөйтіп, әлгі сабап кетіп қалады. Не қылып? Әлгі кісі кетіп қалғаннан кейін, біраз уақыттан кейін Муса алейхиссалам келеді. Сөйтіп келе жатқанда әлгі адамның бұлай деп дұға жасап жатқан, және әлгі адамның ұрып жатқан кезде де солай дұға жасаған естіледі. Ол қандай дұға дегенде, "Я Алла, тәубе еттім, түсіндім" деген. Әлгі ұрып жатса, керісінше жаңа біреу сабап жатса, көмек шақырудың орнына, маған көмектесіңдер деудің орнына, "Я Алла, мен тәубе еттім, түсіндім, кешір мені" деп дұға жасап жатқан естиді. Сөйтіп Муса алейхиссалам қасына келіп сұрайды: "Сені осыншама сабады, сен не үшін өзіңе көмек шақырудың орнына, 'Я Алла, мен тәубе еттім, мен түсіндім, мені кешір' деп сұрап жатсың" дейді. Осы жерден бұл қиссаны жалғастырмай бұрын тәубе ету жайлы Айша анамыздан келген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бірде Рамазан уақытында Айша анамыз сұрайды: "Бұл Рамазан уақытында қандай дұға жасаған абзалырақ, я Расулулла саллаллаху алейхи вассалам?" Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, Қадір түні жасалатын дұға: "Аллахумма иннака афуун каримун, тухиббул афу фаъфу анни." Осы дұғаны үйреткен екен. Не үшін? Бұның мағынасы: "Аллахумма иннака афуун каримун." Раббым, сен расында кешірушісің және кешіруді жақсы көресің. "Аллахумма иннака афуун каримун, тухиббул афу фаъфу анни", және мені кешір деп дұға жасаған. Не үшін бұл жерде? Негізі Алла тағаланың әл-ғафур деген есім бар, иә, кешіруші. Не үшін фаъфу анни деп айтып жатыр десе, бұны бізге былай түсіндіреді. Негізі Алла тағаланың ғафур деген есімі бар. Не үшін ғафур дегенді қолданбады десе, ғафур есімі Алла тағаланың сәттар есімімен байланысты дейді. Ғафур, Алла тағала сені кешіреді, кешіргенде бәлки оны жасырып қояды дейді, өзгелерге көрсетпей. Сол секілді мына басқа хадистерді келтіргенде, қиямет күні пенде Раббысының құзырына барған кезде дейді, жанында адамдар толы махшарда. Бірде әлгі адамға келген кезде кезек, әлгі адам қатты ұялады дейді жасаған күнәларына, күнәсіне белшесінен батқандығына. Әлгі жасаған күнәларына Раббысының алдына қатты ұялып тұрады: "Мені мынанша адамның көзінше қазір менің күнәмді ашады, мені азқыралайды" деген секілді. Бүкіл дүйім жұрт жиналатын кезде, кәпір бар, мұсылман бар деген. Сонда бір бас көтеріп қарағанда әлгі адам, жанындағы адамдар көрінбейді дейді. Алла тағала оның жеке күнәларына есеп алады, жеке әлгі адамдар. Сонда әлгі адамға Алла тағала мынандай жақсылық жасадым, мынандай жақсылық жасадым деп амал дәптерінен көрсетіп жатқан кезде әлгі адам қаттырақ ұялады дейді. Сонда: "Я Раббым", ұялғандығы сонша, "Раббым, мына күнәлар, мына істерді, мына сауаптарды мен жасамадым ғой" дейді. "Мына істерді мен жасамаған едім, бұны қайдан шықты" деген секілді. Алла тағала: "Сен мына өмірде, сіз қазір өмір сүріп жатқан өмірде жасаған күнәңді ұялдың, сыртқа жасамадың, жасырын істемедің, бәлки тәубе жасадың ол күнәларына. Мен сол күнәларымды сенің менен ұялып басқаларға көрсетпегендігің үшін мен де сенің күнәңді өзгелерге көрсетпей жеке сұхбат алып жатырмын" деген есеп қисап. Және мына сауаптар қайдан келді дегенде, Алла тағала сенің жасаған күнәларыңды сауапқа айналдырдым дейді. Не үшін?
тәубеңнің қабыл болғандығы үшін дейді. Алланың мейірімі, Алла тағала бір пенде күнә жасап оған тәубе қылса, тәубенің шарттарын айтып қойды дейді. Сол шарттармен орындалса, Алла тағала оның күнәсін кешіріп қана қоймайды дейді. Оны бәлки сауапқа айналдырып жібереді. Алланың мейірімі. Және бұған қатысты Құран аятында да Алла тағала Estağzu billah Kul ya ibadiyellezine asrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah İnnallaha yaghfiru zunuba cemi'a İnnallaha gafurur rahim. Ayt ey Muhammed, Kul ya ibadiyellezine asrafu. Ayt ey Muhammed, өз-өзіне зұлымдық қылған құлдарым айт деп жатыр. La taqnatu min rahmetillah. Менің рахымымнан үміт үзбесін деп. Инналлаха яғфиру зунуба жамиа. Расында Алла тағала бүкіл күнәні кешіруші, барлық күнәні кешіруші, кешіреді. Бәлки өзіне серік қосқаннан басқасын. Алла тағала тіпті өзіне серік қосқанды да кешіреді. Тәубесіне келсе, Алланың бойында мұсылман халде өлсе. Инналлаха яғфиру зунуба жамиа. Расында мен барлық күнәлерді кешіремін деп жатыр. Инналлаха гафурur рахим. Расында Алла тағала аса жарылқаушы. Осыған қатысты жаңа дұғада да айтқанымыздай, афун, не үшін афуды қолданды десек, ғафурды айттық қой, ғафурды түсіндіріп бердік. Енді афу, не үшін афу десе, Алла тағала бұл күнәні жасамағандай қылады дейді, мүлде. Афу. Сен жасаған күнәңді егер осы дұғаңмен қабыл болса, ол күнәні жаңағыдай сәттар есімен байланыстырып жасырып қана қоймайды. Бәлки оны жасамағандай қылады, жояды, амалдаптермен жояды сөз. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы дұғаны үйреткен екен. Не үшін бұл дұғаны үйретіп жатыр десе, себебі мына өмірде бізге келетін қайғы, қасірет, бәле, жала барлығы мына біздің өздеріміздің жасаған күнәларымыздың кесірінен екен. Алла тағала айтқандай, сендердің бастарыңа келетін бәлелер мына өздерінің қол аяқ істеген күнәларының кесірлерінен деген. Міне осы дұғаны әлгі кісі жасап жатыр дейді. Сонда Мұса алейхиссалам сұраған, не үшін бұлай жасадың сен таяқ жеп жатқанда да деген. Сонда әлгі адам оның себебін білгің келсе, мені тыңда деп әңгімесін бастаған екен. Мені осы қалпымда дүниеге келдім дейді. Сол әлгі қолы жоқ, аяғы жоқ қалпында дүниеге келген. Жүруге аяғым жоқ, ұстауға қолым жоқ еді дейді. Бірде түсімде Аллах Тағала маған жәннатты көрсетті дейді. Түсімде дейді. Жәннатты көрсетті дейді. Сөйтіп, жәннаттағы түрлі нығметтерді, оның кеңдігін, қор қыздарын, басқа да сөзбен айтып жеткізе алмайтын барлық нәрселерді көрдім түсімде дейді. Сөйтіп, әдеміліктердің барлығын көргеннен кейін мына нәрсені айттым дейді. Дүниеде аз ғана сабыр етсем, мен иншалла мынаған кіреді екем ғой деген. Жәннатқа. Аз ғана мына берген тағдырына сабыр етсем, бұл жәннатқа кірем ғой деген. Сөйтіп, арада бір шама уақыт өтті дейді. Алланың тағдырына разы болып жүрген кезім дейді. Арада бір шама өткеннен кейін Алла тағала маған түсінде жаһаннамды көрсетті дейді. Тозақты. Ондағы азапты, сасық иісті, жалындаған отты, азаптаушы періштелердің барлығын көрінбейді. Бүкіл азапталатын нәрселердің барлығын көрінбейді. Сөйтіп, маған дүниеден өткеннен кейін тозаққа түсіп қалуым мүмкін екен ғой деп, мынандай ой келді дейді. Сонда мен, о Раббым, жәннатты жаратып дұрыс қылған екенсің деп айттым дейді. Ойында. Дұрыс қылған екенсің, алайда тозақты бекер жаратқан екенсің деп айттым дейді. Қара сөзімен. Түсінмен көріп қана. Сөйтіп, тозақты бекер жаратқан екенсің ғой дегеннен кейін, мен осы үкіміңе риза емеспін дедім дейді. Бұл сөзбен қоймай. Мен бұл үкіміңе риза емеспін дедім. Сөйтіп, Алла тағала маған жәннаттың тозақтағы барлығын көрсеткеннен кейін бұл сөздерді айтқаннан кейін, о Алла тағала, мені тозаққа түсіп қалу мүмкін болса, егер тозақты жоқ етпесең, мен саған наразы емеспін деп тағы да айттым дейді. Енді міне есепсізден есепсіз таяқ жеп, зұлымдық көрген сәтте, о Аллам, сен хикмет иесі екенсің ғой. Мені кешір, мен түсіндім, мен жалдым, мен қайттым деген нәрсені айтып жатырмын дейді. Бір сөзімен. Сөйтіп залымдардың ісіне қарап, Алла тағаланың тозақты жаратқандығы бекер еместігін түсіндім дейді. Әлгі залымның маған жасағандығын көргеннен кейін. Алла тағала маған мына дүниеде көрсетіп қойды дейді. Құранда аят бар ғой. Алла тағала қалағанын жасайды. Бізбен ақылдаспайды. Бұл пенде сол Алланың ісіне араласып кеткендіктен осындай нәрсе көріп жатырмын дейді. Кейін мен бұл нәрсеге де
түсініп, Алла маған кеш болмай тұрғанда бұл өмірде түсіндіріп қойғандықтан кейін бұл тағдырыма да разымын дейді. Мен таяқ жеп жатқаныма да разымын, бәлки мен тәубемді Алла қабыл етуіне үміттенемін деген. Алла Тағала уақыт болып қалды ма? Алла Тағала сіздер мен біздердің естіген, айтқан уағыздарымызға амал етуді нәсіп етсін. Сіз бен бізді өзінің әмірі болған Құран аяттарына амал етіп, өзінің әмірлерін мүлтіксіз орында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға лайықты құрмет өзіне сүйікті қылып еткей. Аллахумма салли ва саллим ва барик алейхи. Раббана атина фид дуnya хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Бирахматика я архамар рахим.